Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебінің тәрбие орталығынан сөйлеп тұрмыз. Алтын ұямыздың ақпарат айдынында жаңа жаршы қазақ үні әуелейді. Қазақ үні радиосынан ұлттық рухты, тілді, мәдениетті насихаттайтын керемет бағдарламалармен бөлісетін боламыз. Тұлғалармен сұхбат, әдебиетке шолу, көңілге ой салар тәрбиелік бағдарламалар, әсем ән, жаңалықтар легі. Мұның бәрін Қазақ үні радиосынан тыңдай аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы күн, қымбатты ұстаздар, ардақты оқушылар. Бүгіннен бастап Қазақ үні радиосы өз жұмысын бастайды. Сіздермен бірге мен Жанар Айыпбергенқызы. Бүгінгі эфир адамзат үшін аса маңызды, жүрекке ең жақын тақырыпқа арналады. Себебі қыркүйектің 2-ші аптасы отбасы күні. Алдымен арнамызды тілектер легімен бастасақ, алғашқы тілек мектебіміздің көшбасшысы, мектеп директоры Бегайым Төлеуғалиқызында. Құрметті ата-аналар, ұстаздар және оқушылар, сіздерді бүгінгі қасиетті де әр адамға маңызды, ерекше бір сезім беретін мерекелердің бірі отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасы әрбір адамның тірегі, тылы. Отбасыдағы тәрбие ол әр оқушының күнделікті өмірінде оны өмірге де, оқуға да, білімге де итермелейтін, жүргізетін, көтеретін бір күш беретін орта. Осындай керемет мерекені бүгін біздің мектебіміздің жетістігі, дәл қазіргі таңда жетістігі, ол осы отбасы тәрбиесіндегі басталып атқан әрбір ата-ананың күш қуатымен, әріптестің жігерімен, баланың ынтасы ұштасқанда ғана үлкен жетістікке жетеміз. Сол жетістіктердің бірі осы отбасының үлесі бар екенін білем. Бұл мерекеде бәріңізге де шығармашылық табыс, денсаулық, татулық, түсіністік, баянды да шатты ғұмыр тілеймін. Құттықтауыңызға рахмет. Жүректі тербеген жылы сөздерден кейін тамаша әнге кезек берсек. Отбасыларыңызды қадірлеңіздер. Жақындарыңызға жиі мейірім мен жылы сөз арнаңыздар. Келесі аптада жүздескенше. Талай өттау күндер алыс. Міне бүгін бізде үй-жай, ол да біздің парыз. Өз үйіміз бір отан береке. Қандай қызық бір қыдырсаң жан ұянмен бірге. Аман болсын ата-анамыз, аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям. Жаным, сен қолыма гүл боп біттің менің. Тосу менен өтті талай күнің менен түнің. Шаршап келсем жұмыстан мен үйге, жадырап сен қарсы аласың нұрың шашқан күнім. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям.
қызығып арадағы бала. Онсыз үйде болған емес құт береке сірә. Жастайымнан еркелетіп өсірген, аман болшы теңдесі жоқ ата менен ана. Аман болсын ата-анамыз, бізді өсіріп баптаған. Аман жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған.